Енді юбканың тігілуіне кірісетін боламыз. Бұл юбкада алдыңғы бой бізде 2 бөліктен тұрады, және де артқы бөлік. Белдік, астар бөлік. Астар бізде 2, и түйме. Енді тігу үшін біз алдыңғы бөліктің аламыз. Оң бетіне қойып, осылайынан 1 сантиметр қалдырып тігіп шығатын боламыз. Өздеріңізге тігу ыңғайлы болу үшін ине қыстырып алсаңыздар болады. Енді тігіп жатырмын. Тап алатын боламыз. Оверлоктап алдық, енді үтіктеп аламыз. Үтіктеп болдық. Енді осы тігілген жерімізден мына үлкен жаққа қарай 2 сантиметр, мына жерден тігілген жерге 2 сантиметр сызып белгілеп аламыз. Бұл біздің түймелік жеріміз болады. Түйме орнататын боламыз бұл жерге. Екі сантиметр белгілеп алдық. Міне белгілеп алдық. Осыны сызықтың бойынан ұстай отыра, мына кішкентай бөлік жаққа былайынан өткіземіз. Осылай үтіктеп алатын боламыз. Осы жерді. Мен үтіктеп келдім, міне былайынан. Үлкен жақты кіші жаққа қарай былайынан 2 сантиметрге жылжыттық. Мына жерде бізде түйме тұрады. Енді осының жоғарғы бөлігіні кішкене бүйтіп тігіп алатын боламыз. Осылай ілдіріп алдық, осы жерін тігіп алдық. Міне жоғарғы бөлік. Енді артқы бөлікті алып келеміз да осының үстіне қоямыз. Осы жерде замоктың орнын тікпей қалдырып кетеміз. Мына жақты тұтасынан тігіп шығатын боламыз. Замок тігетін орынды қалдырып жатырмын. Тігіп алдық, енді оверлоктайтын боламыз. Замоктың тігетін ашық жерін қалдырдық қой, сол жерді де бөлек-бөлек оверлоктап кететін боламыз. Оверлоктап алдық, енді үтіктеуге кірісетін боламыз. Енді астар бөлікті тігетін боламыз. Біз астар бөлікті астыңғы жағынан 10 сантиметрдей қиып алып тастайтын боламыз. Ол негізгі бөліктен кіші болуы керек. Енді біз осы жерден қалдырамыз замоктың орнını, мына жағын тұтас тігіп алатын боламыз. Замоктың орнын қалдырып, астыңғы жағын тігеміз. Астарды да негізгі бөлікті де 2 жағын тігіп алдық. Енді белдікті қондыратын боламыз. Ол үшін белдіктің оң беті мен юбканың оң бетін бірге қойып, осылайынан айналдырып 1 сантиметрмен айналдырып тігіп шығатын боламыз. Белдікті қондырамыз. Белдіктен юбканың оң бетіне қатып, енді айналдырып тігіп шығамыз. Белдігімізді беліне тігіп келдік. Енді астарды қосатын боламыз. Менің юбкам қазір теріс қарап тұр. Осы оң жағы, міне ішкі жағында. Астар юбкамызды алып келіп, осы 2 ашық жеріне бір-біріне қосып, оң жағына қаратып қоямыз дағыны, мұны да бір-біріне айналдырып тігіп шығатын боламыз. Белдіктің мына бұрышында негізгі бөлік юбка тұрады, мына бұрышында астар юбка болады. Юбкамызды астына оверлоктап алдық. Астардың енді юбкамызды оң қаратып алдық. Мен оң қаратып алдым. Енді замок қоятын боламыз. Замокты қою үшін мына жерде 2 жағы бірдей болу керек. Мына астар мен негізгі бөліктің
мына жері бір-біріне сай келуі керек. Мен мына жерге ине қойып алдым. Сіздер болмен сызып алсаңыздар болады. Осы жерге замоктың екі жағынан ине қадап алдым. Енді тігуге баратын боламыз. Тек негізгі бөлікке қадап шықтым. Замок тігетін лапка орнатып алдым. Мен замогыны тігіп алдым. Былайынан жауып қойдым. Әдемі шықты. Енді мына жағын тігетін боламыз. Юбканы теріс қаратып алдым. Теріс қаратып алғаннан кейін резинка бел жағына екі бүктеп, бір-біріне сызықтарына сай келтіріп, мына жердегі барлық сызықтарын бір-біріне сай келтіріп, осылайынан тігіп шығатын боламыз. Екі жағынан да. Замокты қондырып, барлығын жасап болдық. Енді бір үтіктеп аламыз. Балаңыздың, біз резинканы өлшемін алу үшін, балаңыздың артқы бел жағынан резинканы қысатындай қылып өлшеп, екі бел жағына былай тартып тұрып өлшеп аламыз. Қазір бізде осылай болып тұр. Тартқан кезде баланың белін қысатындай өлшеп алыңыздар. Юбканы теріс қаратып, ашып алдым. Астар бөлік теріс, негізгі бөлік теріс жағынан. Артқы бөлігіне біз резинканы қондыратын боламыз. Ол үшін осы жан тігісіне мына жерге бір жағын қыстырамыз. Осылайынан. Қазір осы жерді тігіп алатын боламыз. Және де екіншісін тартып тұрып, мына замок тіккен жерге жақын, замокқа жақындатпай, осылайынан закрепка беріп аламыз екі жерге. Екі жерге закрепка береміз. Артқы бөлікке, алдыңғы бөлікке тиіп кетпеуі керек деп артқы бөлікті закрепка береміз. Артқы бөлік юбканың артқы бөлігі және де жан тігісі. Сол жан тігісіне мына ішке қолымды кіргізіп, мына жерге инемен қыстырып алдым. Алдыңғы жақ шама мына жағына, замокқа жақын жерден тоже былайынан инемен қыстырып алдым. Енді осы екі жерден закрепка беретін боламын. Міне, осылайынан резинка жиналып тұрады арт жағы. Енді осы жерде юбканың резинасын орнатып алдық. Міне, екі жағына закрепка беріп, мына жері әзірге бос тұр. Енді осы юбканы алып, мына бел сызықтарын бір-біріне қосамыз. Бір-біріне қосып, сызықтардың бәрін бір-біріне сай келтіріп шетіндегі осылай айналдырып, бірінші осы жерді тігіп алатын боламыз. Мына белдікті екі бүктеп тігіп аламыз. Сол кезде мына резинка осының ішінде, қалатын болады. Мына осылайынан айналдырып тігіп шығамыз. Барлығын тігіп келдім. Енді оң жағына қаратып юбканы, резинканы тартып отырып, ортадан бір тігіс түсіретін боламыз. Ол үшін ертең резинкамыз айналып кетпеу үшін. Міне, резинка артқы бөлік осылай әдемі болып шықты. Енді юбканың астыңғы бөлігін оверлоктап 1 сантиметрге қайырып тігіп шығатын боламыз.